еңбексіз еш нәрсе болмайды. Іздену керек, еңбектену керек. Сын болмаған жерде нәтиже болмаса даму болмайды, менің түсінігімде. Сондықтан бізде оппозиция десе осы рөтіре келетін сондай бір әдет бар. Біреу қарсы пікір айтса, бұл жау болып шыға келеді. Біз бұл бағытпен даму жолына түсе алмаймыз, менің түсінігімде. Қоңырау болғанда не деп айтады сонда? Аға, қойсаңыз сондай нәрсені салғанды, алып тастаңыз, жұртты шулатып жібердіңіз деп. Мен айттым, сонда шуламауымыз керек па? Әлде тіл керек емес па сендерге? Біз тілімізді жоғалтып баратырмыз. Қазіргі өсіп келе жатқан балаларымыз кім тәрбиелеп отыр оларды? Міне. YouTube тәрбиелеп отыр. А біздің көріп жүргеніміз не? Жастар алдыңғы қатарға талпынады. Құдды бір имамның қасына барып тұрса, Алла өзі кешірсін, тура бір Құдайдың қасында тұрғандай сезінеді өздерін. Сондай фанат балалар. Нұрлан аға, студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Сізді көптен күткен қонақсыз. Рахмет. Жалпы сізді ел біріншіден әнші ретінде білет, актер ретінде білет, жалпы өнер тұлғасы ретінде білет. Сіз осы өнер саласында жарты ғасырға жуық уақыт келе жатсыз ғой енді. Бүгінгі таңда осы өнер саласы Қазақстанда қалай өзгерді деп ойлайсыз? Біз дамып жатырмыз ба, керісінше артқа кетіп жатырмыз ба? Әрине даму бар. Өйткені біз енді біріншіден ашық қоғамбыз. Ашық қоғам болғаннан кейін әртүрлі мәдениеттер сырттан ағылады. Міне сол әртүрлі бізге ағылып келіп жатқан мәдениеттерден үлгі алу, ұқсау, солар сияқты болу. Әрине бұл өнер саласында жүрген жастарға үлкен серпін беретіні белгілі. Мысалға, біз өнерге келген жылдарда жалпы өнер саласындағы қазіргі өте жиі қолданылатын термин шоу-бизнес деген мысалға. Ондай түсінік жоқ еді. Қазір біздің өнер саласы енді батыстың озық елдерінің бәрі мысалға өнерін, мәдениетін шоу-бизнес арқылы дамытып отыр. Солар алға жылжытады, солар ілгерілетеді, солар насихаттайды, сол арқылы әлемге танылады. Бізде мысалға біздің кезімізде ол жоқ болатын. Қазір екінің бірі шоу-бизнесте өзін көрсеткісі келеді, шоу-бизнеске араласқысы келеді. Неге екенін білмеймін, енді осы шоу-бизнес деген қолданыстағы осы бір тіркес тек осы өнер саласына ғана қатысты болып қалды. Шоу болғаннан кейін шығар енді. Шоу дегеннің өзі жаңағы бір мерекелік, үлкен бір көп халық көретін сондай нәрсені меңзейді ғой. Сондықтан да бұлар енді шоу деп аталғаннан кейін біздің де қазіргі жастар сахнадағы өнер кештерін, ән кештерін кәдімгі шоу қылып өткізуге тырысады. Жұртқа көтеріңкі көңіл сыйлағысы келеді. Жаңағы, мен былайша қазақшалап айтқанда айғай шумен өткізуге тырысады. Мүмкін оларға жарасатын да шығар. Мысалға, бізге, мен енді 80-ші жылдарда өнерге келген адам, біз сол кездегі үлкен мектептен өткен, біз өнер кешін ұйымдастырсақ, біз қайта елге бір ой салатын, ойландыратын, үлкен бір мағыналы, орнықты кеш ұйымдастыруға тырысамыз. Мен мысалға бірде бір кешімді мысалға шоуға айналдырған емеспін. Сондықтан әрине ол да керек шығар, жастарға керек. Енді сұраныс бар жерде міндетті түрде болады ғой, ұсыныс. Сондықтан қазіргі көрерменнің талғамы солай шығар. Сол көрерменнің талғамына байланысты қазіргі өнерде жүрген өнерпаздар сол бағытқа қарай жылжиды. Енді жылжу бар жерде міндетті түрде өсу де болады, өрлеу де болады, әртүрлі болады. Конкуренция да болады. Иә. Енді ол дұрыс нәрсе ғой. Бір жерде тұрған жоқ қой. Ол әйтеуір
қозғалыста ғой. Жалпы сіздің қазіргі ішкі сезіміңіз қандай? Өнер жағынан да, өмірлік жағынан да қандай сатыдасыз? Мен енді алғаш сахнаға шығып орындаған әндерімді қазір еске алып отырсам, көбінде сол лирикалық әндерден бастағам. Жастық, албырттық шақ, лирика, махаббат әндері. Ал кейінгі кезде байқаймын, енді менің қалыптасуыма, көзқарасыма, қоғамдағы әйтеуір өзіңнің орның бар ғой. Соған байланысты болар, көбінде сол кішкене өнегелі, жұртқа ой салатын, жастарға өсиет болатындай сондай әндерді таңдауға тырысады екен. Сондықтан бір сөзбен айтқанда, кішкене бір орнықты, аяқты жерге нық басып тұратын, байсалдырақ болуға тырысады екенсің. Менің қазіргі ішкі сезімім сол екі аяқта тең тұрып, байыппен, ақырын, байқап сөйлеп, бір ауыз сөз айтсаң да, ойлы сөз айтуға тырысады екенсің. Бұл енді тек сөзге ғана емес, әнге де байланысты. Бір ән айтсаң да, бір ойлы ән айту. Әйтеуір жұрттың көкейінде, жұрттың есінде бір із қалатындай. Сондай әндерге кейінгі кезде көбірек әуестеніп жүрген сияқты. Осыдан 30 жыл бұрын атаңыз ең бір биіктен көрінгенде, бір қызба сөзбен мүмкін бір айтып қалған кездеріңіз болды ма? Біреуді ренжітіп кеткен мүмкін. Қазір айтып жатсыз ғой, әрбір сөзімді өлшеп айтам деп. Ал сол кезде мүмкін бір қателіктер болды ма? Мен енді болған жоқ деп кәдімгідей нақты айтсам артықтау болар. Мүмкін балалықпен, мүмкін жастықпен, мүмкін албырттықпен айтсам айтқан шығармын, бірақ біреудің көңіліне тию үшін, я болмаса біреуді қаралау, біреуді төмендету үшін емес, байқамай айтып қалған болуым да мүмкін. Бірақ меніңше, мен қазір ойлап отырсам, аса көп артық сөйлемеген сияқтымын мен. О бастан. Жалпы сценалық образда да көрініп тұрады ғой, гитарамен өте салмақты тұрғаныңыз. Ешбір былай айтқанда, ешбір жеңілтек дүние жоқ. Мен ары-бері қозғалмайтынмын, бір микрофонның алдында екі аяғымда қадап қойған сияқты тұратынмын. Сонда есімде 90 жылдардың ортасында анам ол кезде енді менің жасымда болды, бір 37-38 жасында. Сол кездерде сіз қарағым-ай немесе анашым өлең айтып отқанда ұйып тыңдайтын анам, қарап қалады. Жаңа каналды өшірмеңдер, сол тұрсын, Нұрлан Өнербаев айтып жатыр деп ұйып тыңдап отырады да. Мен басқа енді кішкентай баламын ғой, 7-8 жастар, мұрт түксе шыға берді ғой деп, ызаланып, жаңа мультфильмді қойыңдаршы деп, сол мамам екеуміз ұрсатынбыз анда-санда. Жақында енді осыдан бір ай бұрын келе жатсам, сол қарағым-ай өлеңді қостым да, өзім көңілім босағандай болды да. Сол кез есіме түсіп, сонда ойлаймын, әрбір адам сол бір сатыға келеді екен ғой, жасы келгенде бір 40-қа таяп қалғанда ма, бірдеңе ойлай ма, бір өмірін басқаша бағалай бастай ма. Сол қарағым-ай өлең сиқыр неде деп ойлайсыз? Әйтеуір халықтың жүрегінен бірден шықты ғой сол. Әлі күнге дейін сол, әлі өңі өшпеген өлең былай айтқанда. Әлі суперхит деп айтуға болады. Мына қазақтың қарағым-ай деген сөзі негізінен көп тілдерге аударылмайтын сөз ғой. Қарағым-ай деген сөздің астарында қандай бай мағына бар мысалға. Ол қарағым-ай деген сөзді айту арқылы адам бір сөзбен бүкіл ішкі ойында, сезімінде бәрін жеткізе алады. Бұл жерде, бұл әндегі сол ең басты өзегі сол қарағым-ай деген сөз. Қарағым емес, қарағым-ай. Қарағым-ай. Мысалға менің орындап жүрген өзім әдемі-ау деп айтып жүрген әнім бар. Негізі оны авторы жазғанда аққуым деп жазған. Мысалға сол әнді жастар да орындайды. Мысалға сол әнде мынандай сөздер бар. Жетейін десем жете алмай жүрген жоқпын бау деп айтам мен. Жүрген жоқпын бау.
А жастар жүрген жоқпын бай деп айтады. Жүрген жоқпын бай десе, ол кішкене өкпе наз бар сияқты. Ренжіп, жете алмай жүрмін ғой мен саған деген сияқты. Сен тоқтамайсың ба деп айтылу керек сияқты да ар жағында. Ал жете алмай жүрмін, жетейін десем жете алмай, жүрген жоқпын бау десең, өзіңнің кінәң екенін. Мысалға, мен ол әнді орындағанда, менің жас деңгейім, жаңа өзің айтып отқан сияқты, 40-тан асып кеткен кезім. Ал жастар, 20 мен 30-ның арасындағы жастар жаңағыдай айтады. Қайта, анау, ойын жеткізе алмай тұрған кейіпкерге өзінің өкпесін айтып тұрған сөз. Жете алмай жүрген жоқпын бай деп. Менің жас деңгейімдегі кісілер үйтіп кінәлай алмаймыз, мысалы. Мен бау деп айтам. Өзім де кінәлаймын. Жете алмай жүргеніме мүмкін өзім кінәлім шығармын. Деген сияқты қазақтың сөз орамдарында, қазақ тілінің сөз орамдарында осындай бір керемет дүниелер барды, бірақ соны мысалға дұрыс пайдалану керек. Бұл жерде мысалға Шөмішбай аға да, Кеңес аға да осы қарағым-ай деген сөзге бүкіл әннің табиғатын сыйғызып тұр. Осы бірақ сөзбен-ақ әнді алып шықтық біз. Қарағым-ай деп. Бұл 95-ші жыл мен өзімнің бір кезекті концертіме, жеке ән кешіме дайындалып жатқам. Қазақ радиосында ол кезде диктормын. Кеңес аға оркестрдің бас режиссері, сол жаңа телевидение мен радиоға қарайтын оркестр. Екеуміз дәлізде кездесіп қалып, Кеңес аға, Нұрлан концертке дайындалып отыр екенсің, менің бір жақсы әндерім бар, тыңдасайшы деп. Сон ағаның бірнеше әндерін тыңдап, ішінен осы әнді таңдап алдым. Сахнада концерт болған күні Кеңес ағаның өзін залдан сахнаға көтеріп, өзі рояльға күй сандыққа отырып, мен гитарамен ең алғаш тұсауы солай кесілген. Ән бір дегенде, дегенде бірден халықтың жүрегіне жетті. Қарағым-ай деп. Енді ар жағында Кеңес аға да, Шөмішбай аға да, Шөмішбай аға мысалға ол өлеңді қалай жазған, кімге арнап жазған, өзінің нұсқасын айтты, Кеңес аға өзінің нұсқасын айтты. Қалай болғанда да ән сол бір қарағым-ай деген сөздің өзімен жалпы әкенің болсын, ағаның болсын, ананың болсын, қызына деген бүкіл сезім беріп тұр. Әннің бүкіл құпиясы осы қарағым-ай сөзінде. Сол Кеңес ағамен дәлізде кездескен шақ сіздің тағдырыңызды шешті деп ойлайсыз ба? Өзінше. Енді дәл осы ән менің тағдырымды шеше қойдым деп айтсам артықтау болар, өйткені оған дейін менің орындаған әндерім елдің жүрегіне жетіп қойған болатын. Оған дейін орындаған. Ол сонау 86-87 жылдардан басталады. Менің дегенде елдің алдына шыққап орындаған әнім, әрине ол сағыныш әні. Темірәлі Бақтыгереев композитор, сөзі Фариза Оңғарсынованың. Менің қолыма гитара ұстап, мына теледидардың экранынан алғаш орындап шыққан әнім сағыныш. Одан кейінгі жұртқа бір ерекше ұрық сыйлаған, жұрттың бәрі қолдап көтеріп алып кеткен ән мен қазақ қыздарына қайран қалам. Бұл өзі белгілі 86 жылғы жастар көтерілісінен кейінгі дүниеге келген ән. Негізі ол әнді алдында маған өлеңі түскен, өзі 16 шумақтан тұратын өлең, 16 шумақтан тұрады. Исраил Сапарбаев ағаның сол алаңға шыққан қыздарға арнап жазған өлеңі ғой. Мен ол кезде театрда жұмыс жасаймын, актермын, жас актер. Біз сол оқиғадан кейін жаңа жыл бастала салысымен оқу орындарында, еңбек орындарында жастармен кездесу өткізіп жүрдік. Енді ол кезде әлі Кеңестер одағының дәуірі жүріп тұрған кез ғой. Сондай бір жастарды кішкене дұрыс бағытқа, сабасына келтіру деген сияқты мақсатта ұйымдастырылып жүрген кездесулер болатын. Сол кездесулерге мен де барып жүрдім. Бірақ соған қарамастан мен ана өлеңді оқитынмын. Өлең ретінде.
сол кездесулерде. Содан кейін оның жаңағы бір кездесуіміз Қыздар педагогикалық институтында өтті, Алматыда. Сол жерде жұмыс жасайтын Рамазан Тайманов деген азаматпен кездестік. Ол маған өзінің әндерін ұсынды. Содан кейін мына өлеңге ән жазсам қарсы болмайсың ба деп ұсыныс жасады. Сосын мен бағытын түсіндірдім. Бұл өлеңге жазылған ән кәдімгі Шәкәрімнің сөзімен айтқанда бұрынғы әндерге ұқсамайтын ән болу керек. Бұл кәдімгі жігеріңді қамшылайтын, рухыңды оятатын сондай ән болып шығу керек. Әуеннің өзі солай болу керек. Соның араға біраз уақыт салып, бір 3-4 айдан кейін Рамазан осы әнді ұсынды маған. Сөйтіп біз оны сахнаға алып шықтық. Менің алғашқы елдің бірден танымал болуыма сеп болған әндердің бірден бірі осы Қазақ қызы. Одан кейін Әке арманы кетті, Анашым кетті одан кейін. Сосын Сұлулық әні кетті. Ол да халыққа ерекше қабылданған әндердің бірі. Ал Қарағым-ай 95-ші жылы алғаш рет орындалды. Оған дейін мен жаңа көрдім, бірнеше әндерді орындап, ел қабылдап, жастардың арасында, ән сүйер қауымның арасында айтыла бастаған әндер болатын. Енді Анашым, Әке арман өздеріңіз білесіздер. Бірден кетті. Сіз театр сахнасында 80-ші жылы бастадыңыз, дұрыс қой? Иә. Сол театр сахнасында сіз айтып кеткенсіз, сізге көптеген ғұлама адамдар жақсы баға берді деп, мүмкін осы Нұрланның жеке бір орны бар шығар деп айтып кетті дегенсіз, лирикалық актер ретінде. Бірақ сіз тағдырыңызды көбірек музыкаға берген сияқтысыз. Сол театрда қалай бергенде, қалай болар деп ойлайсыз өміріңіз? Тұңғышбай ағам ғой оны айтқан. Иә. Мен шынында, мен өз театрдың жанындағы 2 жылдық актер студиясын бітірдім ғой, театр студиясын, актер мамандығымен. Біз оқып жүргеннің өзінде сол театрдың қойылымдарына, спектакльдерге қатысып жүрдік. Күндіз оқимыз театрдың ішінде, кешке қойылымға қатысамыз, көпшілік сахнасына. Сол кезден бастап біз үлкен кісілердің Серке Қожамқұлов, Қапан Бадыров, Шахан Мусин, Хадиша Бөкеева, Шолпан Жандарбекова, Сәбира Майханова, Ыдырыс Ноғайбаев, Матам Мұратәлиев, енді театрдың қаймақтары. Жалпы театрдың ғана емес, қазақ өнерінің қаймақтары. Сол кісілердің күнде қасында жүрміз. Күнде ойынын көреміз. Сахнаға ілесіп бірге шығамыз. Соны енді менің кішкене байқампаздығым болар, кішкене зеректігім болар бала күнімнен. Мен сол кісілерді сыртынан көп бақылайтын. Сахнада қалай өздерін ұстайды, образды қалай жасайды, қалай сөйлейді, әрбір сөзді қалай жеткізуге тырысады. Енді өзіңіз ойлаңыз. Нұрмұхан Жантурин ағамыз Мольерді ойнап тұрған кезде, ол кісінің қасында тұрғанда біз дірілдеп тұратынбыз. Қорыққаннан емес, ана кісінің даусының дірілінен. Ол кісінің бұлай түріне қарасаңыз, құдды бір ерні қимылдамайтын сияқты, бірақ дыбыс мына кеудеден шығып тұрады. Гүрілдеп. Ыдырыс Ноғайбаев та сондай кісі еді. Матам Мұратәлиев те, дауыстары деген гүрілдеп тұратын сахнада, ол кісілер сөйлегенде. Тіпті ол кісілер теріс қарап тұрып сөйлесе де сахнада, залдағы ең соңғы рядта, соңғы қатарда отырған кісі, ол кісілердің сөйлеп тұрған сөзін анық естіп тұрады. Бұл шеберлік. Міне сол шеберлік мектебін біз оқып жүріп, көзімізбен көріп, сол шеберлікті қабылдауға тырыстық, байқауға тырыстық, үйренуге тырыстық содан. Көрдіңіз бе? Енді соның арқасында болар. Мен бітіріп, министрліктің жолдамасымен театрда қалған кезде, мен өзімді сахнада жүріп атқан спектакльдердегі өзіме келеді-ау деген рөлдерге сырттай өзімді дайындай бастадым. Бірақ мен жолдамамен актер ретінде жаңағы жолдамам болса да, мен сол кездегі театрдың бас режиссері Мамбеттің алдына барып, арызым жазып, аға мені көмекші қылып алыңыз дедім. Өзіңізге көмекші қылып алыңыз деп, режиссердің көмекшісі.
Сөйтіп мен сол қызметте соған ауысып алдым. Ол көмекші деген енді сахнаның сыртынан артистерді сахнаға шығарып, уақытында кімнен кейін шығады, бәрін дайындап, қызмет жасап жүру ғой. Мен сол арқылы әлі де көргім келді. Әлі де бақылағым келді, әлі де үйренгім келді. Сөйтіп жүріп, мен сахнада жүріп атқан 14 спектакльде өзіме рөлдер дайындап алдым. Енді актерлар да адам ғой, пенде. Театрда мынандай жағдайлар болады. Біреу аяқ астынан ауырып қалады. Біреудің басқа бір жағдайлары болып қалады да, спектакльге келемейтін сондай бір тұстарда басқа дайын артистерді ввод дейді театр тілінде. Орнына жаңағы шығарады. Мен сондай кезде спектакльдерге дайын болдым. Сол арқылы 14 спектакльде мен театрда жүріп жатқан спектакльдерде өзімнің ойнаған рөлдерім болды. Кейін арнайы жаңадан қойылған спектакльдерде рөлдер алдым. Бірнеше спектакльдерде кәдімгі енді басты рөл болмағанмен ортаңғыл рөлдерде ойнап жүрдім. Енді бірақ менің көкейімде ол енді жаңағы тағы да қайталап айтайын, кеңестер дәуірі. Театрдың репертуарлық саясатының бәрін Мәскеу шешіп береді. Қандай қойылымдар қойылу керек, қандай саясат насихатталу керек, ол спектакльдердің бағыты қалай болу керек. Енді бізге жастарға қырсық болғанда тарихи тұлғаларды суреттейтін қойылымдар жоқ. Жоқ ондай қойылым. Біз жаспыз, жалындап тұрған. Біз өзіміздің тарихи тұлғаларды ойнағымыз келеді. Шіркін-ай сондай спектакльдер қойылса, шіркін-ай сондай драматургтарымыз сондай пьесаларды жазса екен деген арман, бірақ жоқ. Уақыт өтіп бара жатыр. Біздің алдымыздағы, мысалға, Құдайберген ағаларымыз Сұлтанбаев, Әшірәлі ағаларымыз 40-тан асып, 50-ге жастар жақындап қалған, бірақ әлі өзінің, мынау менің рөлім, мынау менің кейіпкерім деген рөлін әлі ойнамаған кездер. Сол кісілердің өзін, анау жаңағы менің атын атаған үлкен кісілер әлі жастар деп қарайды. Ал ол кісілерден кейін келген біздер, енді біз әлі көпшілік сахнасында жүрміз. Сонда біздің уақытымыз қашан келеді? Осылай жүре берсек, уақыт деген бір орында тұрмайды, өтіп кететінін білдім. Енді мен театрда жүріп, жаңағы спектакльдерде ән айта бастадым. Музыкалық спектакльдерде қатысып, оркестрмен ән айтып жүрдік. Содан гастрольге шығамыз театрмен. Гастрольге шыққанда енді өзің білесің, ол кездегі тамашаның дүрілдеп тұрған кезі. Тамашаның бүкіл тарландары, барлық геройлары театрда жұмыс жасайды. Гастрольге барамыз, ел спектакльден аналарды көргенде, қойылым біткеннен кейін артистерді жібермейді. Ойбай, біз тамашаның артистерін бәрін көріп отырмыз, бізге тағы да бірдеме қойып беріңдер, бізге ән айтып беріңдер деп. Спектакль біткеннен кейін бір жарты сағат, болмаса бір сағат біз концерт қоямыз. Сонда Құдайберген, Мейірман, Уайс ағаларымыз тамашадан өздерінің қойылымын, нөмірлерін көрсетеді. Ән айтатын жастар біздер. Соңынан ән айтып береміз. Үстіп жүріп, мені ән айтатын қабілетім бар екенін жұрт тани бастады. Ана жерде, мына жерде, ой, ән айтып жібер, мына жерде ән айтып жібер. Кейін байқасам, менің ән айтқаным жұртқа ұнайтын сияқты. Ақырын сол әндер жинай бастадық, үйрене бастадық әндерді. Гитараны игеріп алдым. Содан жаңағындай жағдай бір жағына шығу керек болды. Уақытты өткізіп, театрда сол көпшілік сахнада жүре беру керек болды. Болмаса өзімнің бағытымды таңдау керек болды. Осыдан келіп қабылданған шешім. Демек, өз тағдырыңызды жұдырыңызға алып өзіңіз шештіңіз. Шығармашылық адамға негізі осындай батылдық қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Жалпы шығармашылық жолда жүрген адамға бағын ашып беретін нәрсе ең қайсысы маңыздысы? Ол генетика ма, ол дұрыс таныстық па, еңбекқорлық па, немесе батылдық па? Қалай деп ойлайсыз? Бірінші, мына ішкі түйсікті тыңдау, сосын дұрыс таңдау жасау. Жалпы өмірде де дұрыс таңдау жасау. Ал егер келдің ба,
осы салаға, өнерге. Жаңағы айтатын әніңді дұрыс таңдау. Сенің келема табиғатыңа. Жақсы ән екен, ой сенің даусың керемет, мына ән саған керемет кеп тұр, осы сенің жамбасыңа сұмдық деген әңгімеге налып сене беруге болмайды. Егер сахнаға елдің алдына шықтың ба, ел сені таныды ма, сол сені таныған, сені қабылданған деңгейге жауап беретіндей таңдау жасау керек. Әрине, бұл жерде еңбек басты. Еңбектену. Еңбексіз еш нәрсе болмайды. Іздену керек, еңбектену керек. Өзіңді ылғи да жаңағы дұрыс, жаңағы орысша сөз айтқым келмейді бар ғой менің. Иә, білем оны. Орысша сөз айтқым келмейді, аузымнан шығарғым келмейді да орысша сөз. Өзіңнің жақсы қабілетіңді сақтап жүру. Сонда ғана бір нәтиже шығара аласың. Ең бастысы таңдау, дұрыс таңдау жасау. Енді мен ешкімнің атын атағым келмейді. Енді көріп жүрміз ғой. Мүмкін мен бүгінгі өзімнің жас деңгейімде көп нәрсені байқағанда болармын деп ойлаймын. Енді маған ешкім қарсы шыға қоймас. О баста дұрыс таңдау жасамай, өнерде уақытын босқа өткізіп жүрген әртістер өте көп. Өте көп. Ол театрда да бар, ән саласында да бар. Өнерде ондай кісілер бар. Жарқ етіп шықпағаннан кейін, әрине көшке ілесіп жүре беруге болады. Ешкім сені ертең көшеге лақтырып тастамайды. Әйтеуір еңбегің бар ғой, еңбегің бар. Бірақ сол жаңағы тағы да қайталап айтқым келеді. О баста дұрыс таңдау жасамағандықтан осының бәрі. Жалпы аттың дүркін шығуы маңызды ма, қалай білесіз, өнер адамға? Енді бағанағы сөзімізге қайтып келейікші. Шоу деген сөзге. Жұртты елең еткізу ғой шоу дегенің, да? Жұртты елең еткізу. Елең еткізу үшін жаңа өзің айтқан сияқты дүркінді керек қой. Жарқ етіп шығу керек. Өйткені елдің, көрерменнің қабылдауында, мысалға, өнер кешіне келген, кез келген көрермен, сол кештен бір ерекше әсер алып қайтуға келеді. Бір есінде сақтап қалатын. Егер бірінен кейін бірі кезектесіп шығып атқандардың ешқайсысы есте қалмайтын болса, жарқ етіп ешқайсысы жарқылдай алмаса сахнада, ол кештен қандай мән мағына, қандай пайда ондай кештен? Келген көрермен әр кештен өзіне бір жаңалық көру керек. Ой шіркін, анау әртістердің ішінде ана біреуі қандай керемет, қандай түрі де, тұлғасы да, әні де, даусы да керемет деп. Енді әртіс деген қауымның негізгі міндеті ұлттың бүкіл болмысын сахнадан көрсете білу. Келген көрермен, сол өзінің ұлтының үлкен бір мәдениетін, тіпті мәдениетінің биік үлгісін көруге келеді. Соған жауап беру керек. Соған тырысу керек. Әрине, бұл жерде еңбексіз болмайды, бірақ енді жаңа өзің айтқан сияқты генетика деп айтпай-ақ қояқшы, генетика білмеймін. Қазақ оны табиғат деп айтады. Тумысы. Тумысында бірдеме болу керек. Солай деп ойлаймын. Мен білуімше, сіздің ұлыңызда өнер жолын қуған, Лос-Анджелеске барып оқыған, сонда актер. Жоқ, менің ұлым, бұл кенже ұлым айтып отырған. Марғұлан деген ұлым, күләш бейсейтов мектебінен бастап оқуды. Одан осы біз Астанаға ауысып көшіп келген кезде мектебін осында ауыстырдық, осы Шабыттың мектебінде оқуын жалғастырып, біткеннен кейін колледжіне түсті, колледжден кейін университетіне түсті. Сол университетті 18 жыл
мектептен бастап фортепиано классында оқыды. Пианист деген мамандық алып шықты. Бірақ бітіргеннен кейін айтты, мен енді киноактер болам, оқығым келеді ары қарай деп. Сөйтіп осы мына ковид болып жатқан кезде әлемде онлайн сондай бір не болды, конкурс. Лос-Анджелестегі Голливуд киноакадемиясының Ли Страсбург деген жоғары өнер мектебіне. Соған әлемнен 2000 бала қатысыпты, үміткер. 22 баланы қабылдаған. Соның біреуі біздің Марғұлан. Жаңағы оқуға түстің деген несінің бәрін алдық, қаражатын уақытын төледік, жарнасының бәрін. Енді елшілікке барып виза алайық десек, елшілік бермейді. 4 рет талпынып көрдік, Америка елшілігі менің балама Америкаға есігін ашпады. Тіпті оқу орны 1 жылға шегеріп, келесі жылы келіп оқисыз деп отсрочка берді. Виза ашылмады. Сосын қойдық. Бара алмай қалды. Бірақ демек өнер саласында жүр ғой әлі. Иә, қазір енді сол өз мамандығы бойынша біріншіден менің концерттеріме қатысады, өзі бір дүниелер түсіріп, ойнап, қазір әлеуметтік желі арқылы өзі насихаттап жүр. Осы алдағы болатын концертіме де қатысады. Кейінгі кезде тек пианист емес, ән айта бастады, маған ұқсап. Жаман емес, елдің қабылдауы дұрыс сияқты. Сосын мамандығы бойынша қазір шәкірттер оқытып, 20-дан астам баласы бар. Оның үстіне осы елде тұратын, тіпті онлайн шетел балаларын оқытады ағылшын тілінде. Жақсы, керемет. Бірақ өнер саласы оңай емес қой. Мысалы үшін актер бола тұрады, роль жылдап күтесің, мысалы үшін. Ол роль келмеуі де мүмкін. Жаңа айтып отырсыз ғой, театрда қанша өмірің өтіп кететінін Құдай біледі, уақыт тез өтеді. Актерлік салада сол, кино саланы алатын. Ол да солай, иә. Мысалға енді жаңа мен енді ашып айтқам жоқ, театрдан кетуімнің бір себебі де сол болатын. Мысалға мен театрда жүргеннен бастап арманым жас кезімде, қазір енді түр қабілетім бәрібір келмейді. Жас кезімде мен Сәкен Сейфуллиннің шіркін-ай киносы түсірілсе, Шәкеннің образына киноға түссем деп армандайтын. Енді былайғы жұрт айтатын, сен былай Сәкенге келет тұр келбетің деп. Комментарийда жазып жатыр көбісі. Иә, келет деп. Соны армандадым. Сосын театрда жүргенде мен жаңағы режиссер көмекшісінен кейін мен заведующий труппа болып, труппа жетекшісі қызметіне көтерді мені. Труппа жетекшісінің қызметі ол театрдың көркемдік кеңесінің мүшесі. Театрға түскен жаңағы драматургтердің пьесасын талқылау, қабылдау керек па, қабылдамау керек па, содан кейін қойылатын спектакльдер қандай режиссерға береміз. Білесің ғой енді көркемдік кеңестің жұмысын. Солдай бір кезектік кеңестің отырысында Бодықов деген ағамыздың драматург Естайдың Қорлан туралы әні қалай дүниеге келді, осы туралы пьеса түсті. Мен енді отырмын жаңа көркемдік кеңесте. Ішімнен ойлап, шіркін-ай, мына пьеса қабылданса, 3-ші, 4-ші құрамда болса да Естайды ойнасам деп армандадым. Пьеса қабылданбады. Бізде Естайдың әнін айтатын әртістер әзірге жоқ деді. Тура жаңағы мен өзім шешім қабылдай алмай жүрген кезімде бұл да соған дәлел болды, түрткі болды. Былайғы уақытта ән айтатын жастар қайда, шығыңдар спектакльден кейін, елге ән айтып беріңдер деп бізді қуалап жүрген мысалға кісілер, спектакль қоятын кезде ән айтатын қабілеті жоқ деп сізді танымайтын болса, онда ол театрда қалудың керегі бар ма, жоқ па деген ой мені шешім қабылдауға тура итермелеген болады. Сіз бір сұхбатыңызда айтып кеткенсіз, 40 жаста ер қамал алады деп. Енді қазақ айтып кеткен ғой оны. Сізде былай айтқанда бір қамалды алдыңыз. Бірде емес, одан көбірек қамалды алдыңыз ғой, былай айтқанда. Көптеген өлеңіңіз шықты. Ал сіздің ұлыңыз, сіздің көлеңкеңізде қалады деп қорықпайсыз ба? Себебі көптеген енді атақты адамдардың балдары осы әкем сияқты болам деп тырысады, бірақ көбісі көлеңкесінде қалып қояды.
әй сен әкеңнің арқасында жүрсің ғой деген әңгіме шығады. Ой, сен әкеңе жете алмайсың ғой әлі. Жаңағы орысша айтқанда яблоко от яблони далеко упало деп те айтып жатады, мысалы үшін шамына тигізіп. Сондай болып қала ма деген үрей жоқ па сізде? Енді ондай ойым жоқ, ол жағынан қорықпаймын деп айтсам енді өтірік болар. Әрине ойланасың. Оның үстіне менің үлкен ұлым да қазір өзімен қосылып үлкен концерттерге қатысып жүр. Оны үлкен ұлым о баста мектеп бітіргенде негізі басқа мамандық таңдады. Өзі экономист мамандығын таңдады. Одан кейін заңгер мамандығын таңдады. Осы мамандықтары бойынша дипломын алғаннан кейін сол мамандықтар бойынша жұмысын да жасады. Бірақ білмеймін, табиғатында дүние бірдеме болды ғой деймін. Бәрібір ән айта бастады. Ән айта бастағанда өзінің ортасында. Өз ортасында, достарының арасында, осындай кештерде, қазір енді көп қой, караоке, жұрттың жиналатын жер. Сондай жерде ән айтады екен. Сосын мен осыдан біраз жыл бұрын айттым, ақыр ән айтуға құмарсың. Онда дұрыстап репертуар жасақтайық. Онда сен үлкен сахнаға әзірге менімен бірге менің концерттерімде шығып қатысып жүрді. Өзі де бұлай мен қатыспаған концерттерге де бірнешеуіне қатысып шықты, жаңа әндерімен орындап жүрген. Ал ұлым енді әрине оны біз арнайы бердік. Мен үлкен ұлым мен қызымды өзіміз жас болдық, боламыз ба, болмаймыз ба. Ол кезде оларды музыкаға беру, болмаса өнер мектептеріне беру, ондай мүмкіндігіміз болған жоқ. Ал кіші ұлымды біз арнайы алып барып Байсейітов атындағы Алматыдағы музыка мектебіне бердік, оқыттық. Біздің қалауымыз бойынша оқыды ол бала. Жаман оқыған жоқ. Алдында қатарлы болды өзінің ортасында. Бірнеше республикалық, халықаралық байқауларға қатысып, жеңімпаз атанды, гран-приді ұтып алды. Бірінші, екінші орындарды барған жерінде міндетті түрде ең кемі екінші орын алып келеді. Пианист ретінде. Енді қазір мынау талғамға байланысты ғой. Қазір жастар сенің классикалық музыкаңды көп тыңдай бермейді. Классикалық музыканы. Оның үстіне өзің байқап жүрген боларсың, бізде классикалық музыкадан пианистердің арасында онша көп байқаулар да жоқ. Біздің республика аумағында. Болса сырттан келіп біреулер өткізіп жатады, дұрыс па? Сондықтан баламның бір айтқаны бар, папа, мен осы оқуды бітіргеннен кейін кім болып жұмыс істеймін мен деп. Сол жаңағы оқуын бітіргеннен кейін киноактер болам деп Голливудқа талпынған содан болатын. Енді одан да кішкене тас шағылып қалды. Қазір енді сол ән айта бастады. Ақырын музыка жаза бастады. Өйткені енді 18 жыл классикалық музыка, фортепиано классында оқу, бәрібір әйтеуір бір нәтиже беру керек қой деп ойлаймын. Сондықтан мен енді өзінің бағытын өзі таңдайтын шығар деп ойлаймын. Мен енді ана жерге де, мына жерге де, мынау менің балам, мынау менің балам, анау көрсетіңдер, түсіріңдер деп ешқашан ешкімнің алдына барған емеспін, ешкімге ұлдарымды тықпалаған емеспін. Өздерінің қалауымен шыққысы келсе, өздері барады, келіседі, қатысады. Өздерінің өмірде өз жолын өз тапқан қалаймын мен. Бірден сүрінсе де өздерінің тәжірибесі дейсіз ғой. Жалпы сіздің осы депутат болып отырған кезіңізде, мен есімде 2010 жылдар мекен. Сонда бір ол кезде де аса мен жаңалық қарамайтын, бірақ құлағыма бір жаңалық шалынып қарасам, сіз неде трибунадан айтып жатсыз, жаңағы сол кезде бір кино шыққан, Қайрат девственник №1 деген. Сіз соған өте үлкен наразылық білдіріп, қарсы шығып жатқаныңызды көрдім сонда. Бұл не деген масқара, мынау аты қандай, мынау мағынасы қандай, жастарға берері не деп айтып жатсыз. Сонда бүйтіп қарап қалғам. Біріншіден сізді көріп таңғалып қалдым. Себебі сізді былай айтқанда салмақты образда көреміз ғой. Анда кәдімгі наразылық білдіріп, басқа қырыңыздан көрініп қалдыңыз. Екіншіден, мына киноға да бір қызығушылық оянып кеткен сияқты. Ол не жайлы кино екен деп. Антиреклама жасады. Иә, антиреклама, рас. Сол кезден бастап бір 15 жыл өтті ғой. 15 жыл шамасында. Кино қалай өзгерді деп ойлайсыз сол кезден бастап?
кино саласы өсіп жатыр ма жалпы? Жаңа ұлыңыз айтып жатсыз ғой, актер болғысы келеді деп. Жақсы роль, жақсы кино, драма жағынан, сюжет жағынан қалай даму? Негізі неге депутаттар солай сөйлейді? Депутат мысалға ол кино ұнамағандықтан өзіне жеке, болмаса жаңағы басқа да бір жағдаймен емес. Ол кездегі бұл мәселені көтерген менің әріптестерім болатын. Сол парламентте отырған. Мен тек соларға қолдау жасадым. Солардың көтеріп отырған мәселесін. Шынында олар келіп біздің жаңағы жиылысымызда үлкен экраннан сол кинолардан үзінді көрсетті. Жаңағы Қайрат Девсік деген фильмінде есекке теріс мінгізіп қойған қыз бен жігітті. Біз соған ашуландық. Неге ашуландық? Өйткені ол кино министрліктің тапсырмасымен мемлекеттің қаражатына түсірілген кино. Жалғыз ол кино емес. Содан кейін тағы бір кино болды. Мен қазір атын ұмытып отырмын. Әкесі өзінің қызын зорлайтын. Дәл сол кезде шықты. Ол да тапсырыспен түсірілген. Бізді ашуландырған мемлекеттің қаражатына тапсырыспен осындай кино түсіру керек пе еді? Біз бұл кино арқылы кімді тәрбиелейміз? Мүмкін шетел көрермендеріне, шетел сарапшыларына осындай ашық кинолар түсіру мүмкін ұнайтын шығар. Міне бұлар ашық қоғам, бұлар бәрін ашық көрсетеді, еш нәрсе жасырмайды деп. Бірақ біздің ұлттық менталитетке келе ме? Біздің жастар тәрбиесіне кері әсерін тигізбей ме деген мәселеден туындаған болатын бұның бәрі. Соған ашуланғанбыз біз. Ол мысалы режиссерына, болмаса ойнап жатқан әртістерге емес. Бұл жерде мемлекеттің қаражатына түсірілетін дүние қандай болу керек? Енді о баста әрине менің өзімнің жеке ішкі қарсылығым бар ғой. Театрдан келе жатқан. Егер мемлекеттің қаражаты болса, неге ұлттық дүниелер түсірілмейді? Неге ұлттық тұлғаларды, кешегі тарихымызда өткен алаш қайраткерлері туралы? Енді жаңағы сұрағыңа жауап. Қазіргі алаш қайраткерлері туралы қаншама кино түсірілді қазір? Оян қазақта ғана өлең болды. Ахмет Байтұрсынов, соңғы күн. Ол үшін мысалға. Оның алдындағы ұлт ұстазы. Қандай керемет кинолар. Мен осы дүниелер сол кезден түсіріле бастамады. Неге деген жаңағы қыжыл ғой оның бәрі тұрған. Қазір бағыт жақсы, түсіріліп жатыр. Тарих ақырын болса да, тарихи шындықтың беті ашылып жатыр. Тұлғалар танылып жатыр. Енді Оян қазақтың жалғыз өзі, мысалға, қаншама жастардың намысын оятты, көзін ашты. Түсінікті. Жалпы қайтадан киноға оралатын болсақ, қазір айтып жатсыз ғой, үкіметтің ақшасына көп нәрсе түсіріліп жатыр деп. Былай айтады ғой, қазақ фильмде осы соңғы 30 жылда көп қаражат ұрланды деп. Шынымен былай айтқанда, ол қаражатқа 100 есе көп кино түсіруге болатын еді. Жаңағы алаштың тарландары туралы да. Бірақ оның тек 10% ғана жетті ме, жетпеді ме белгісіз. Көбісі, мысалы үшін, ұрланып кетті, жырланып кетті деп естідім. Сонымен қатар, сол қазақ фильм басшыларына да тікелей естідім мен ол сөзді. Неге солай болды деп ойлайсыз? Дулат, сен енді өзің киноға қатысың болғаннан кейін оратып алып келіп киноның мәселесін, кинодағы болып жатқан жағдайларды беден білгің келіп отыр. Мен жалпы киноға қатысым онша емес. Мен кезінде 10 жыл Қазақфильм киностудиясынан шықпай жұмыс жасаған кезім болды. Ол дубляж. Дубляждың енді мен жаңғағын шағып майын ішкен адамның бірімін. 700-ден астам фильм дыбысталуына қатыстым. Мен тіпті сол кездері, бұл қазір айтайын, 89-шы жыл. 89-шы жылы сол дубляжға қатысып жүрген актерлардың арасында дубляждың режиссерлығына конкурс болды. Мен сол конкурста жеңіп, киностудияның маған шығарған бұйрығы бар. Бірінші категориялы дубляж режиссері деген конкурстың нәтижесімен. Бірақ мен ол кезде театрдамын, жоқ мен театрдан кетпеймін деп, ол приказдың көшірмесін чемоданымның түбіне тастай салғам, бармаймын деп.
Одан кейін мен ешқандай киноға қатысқам жоқ. Бір ғана киноның эпизодына қатыстым, ол Кано деген ағамыз болатын, сол кісінің түсірген Жамбыл фильмінде болды. Басқа менің киноға қатысым жоқ, және киностудияның төңірегінде қазіргі болып жатқан жағдайларға мен араласқан емеспін, қызыққан емеспін. Өйткені мен қазір киностудияның төңірегінде жоқпын. Бірақ жаңағы қаражат ұрланды жырланды демекші, сіз тағы бір сұхбатыңызда мына Нұр Отан партиясына көңіліңіз толмай бір сөз айтып кеткенсіз. Сол ұры қарады соның қарамағында деп. Оны жалғыз мен емес, жұрттың бәрі айтты ғой. Жоқ, былай айтқанда сіз ақиқат нәрсені айттыңыз. Көп демек қояйын, жұрттың бәрі біледі оны. Сөйтіп болған. Біз ел ретінде неге көп партиялық мемлекет қатарына кірген жоқпыз деп ойлайсыз? Әлі де. Ол қағаз жүзінде бар, мынандай партия. Біз біліп отырмыз, бірақ партия бар бізде. Қалғаны жай бір елес сияқты. Енді мен білмеймін, мысалға қазір енді біз жаңа айттым ғой, ашық қоғам болғаннан кейін сырттан ағылып жатқан ақпаратты қарамай отыра алмайсың. Мысалға 250 жылдық тарихы бар Америка өмір бойы екі партиялы жүйемен жұмыс істеп келе жатыр. Өмір бойы екі партия. Енді көп демократиялық елдер көп партиялы емес. Жеме-жемге келгенде бәсекеге шығатын екі ақ партия, негізгі партиялар. Біз енді демократия жолына, даму жолына бағыт алған кезде, енді ашық қоғам боламыз, ешкімге жаңағы ақпарат тосқауыл болмайды деген кезде, жұрттың бәрі кезінде Абай айтқандай баспасына партия құрып, билік құрып. Бәрі билікке, үкіметтің парламентіне, биліктің басына қарай ұмтыла бастады. Мүмкін біздің Қазақстан сияқты жас мемлекетке кішкене шектеу қою керек шығар дегенге мен келсем. Өйткені жұрттың бәріне рұқсат беріп, баспасына партия құрғыза беретін болса, онда былайша айтқанда енді қойыртпақ көже болады. Орысшасы хаус. Дұрыс па? Бардак. Бірақ мен, мысалға, үкіметке сын айта алатын, билікке сын айта алатын, және жүйелі, орнықты сын айта алатын оппозициялық партияның жолына кедергі болмау керек. Ол үкіметтің жұмысының ілгерілеу үшін керек. Сын болмаған жерде нәтиже болмаса даму болмайды, менің түсінігімде. Сондықтан бізде оппозиция десе осы рөт-рөгалетін сондай бір әдет бар. Біреу қарсы пікір айтса, бұл жау болып шыға келеді. Рас. Біз бұл бағытпен даму жолына түсе алмаймыз, менің түсінігімде. Сын айтылу керек. Ең бастысы сол сыннан нәтиже шығара білу. Сен сынадың, сен демек біздің еліміздің дамуына қарсысың, анау-мынау деп, оны елге жау көрсету дұрыс емес. Сынды айтты ма, сол сыннан нәтиже шығар. Егер сын айтса, демек бір кемшілік бар. Жетпей жатқан, олқы түсіп жатқан тұстар бар. Содан нәтиже шығару керек. Сол үшін де керек. Біздің еліміздің даму үшін енді Америка сияқты екі партиямен қатып қалмау керек шығар. Кемінде 4-5 партия болу керек. Сонда бәсеке болады. Екеуі жарайды. Биліктің бағыты ұстанған, не болмаса үшеуі бола қойсын. Но бірақ екеуі жаңағындай билікке оппонент бола алатындай, қарсы пікір айта алатындай партиялар меніңше қатар жүру керек деп ойлаймын. Сонда ғана даму болады. Рас, келсем. Сізге жалпы әріптестерден наразылық болды ма? Неге осындай шыншыл пікір айтасың, бізге жақпайтын деген сияқты? Көбісінің құлағына жақпайтын пікір ғой, айтқанда. Талай рет болды, жақында ғана болды. Тілге байланысты бір, енді жаңа айттым ғой, енді қарап отыра алмайсың ғой әлеуметтік желіні. Тілге байланысты қашаннан бері айтып келе жатырмыз. Қазақ тілінің аяғына тұсау болған Конституциядағы 2-ші бап туралы. Қашаннан бері айтылып келеді. Айтпаған адам қалмады соны.
бір жақсы бір пікір жазып қойыпты біреу. Мен алдымда бөлістім. Менің қаралымым көп қой. Мен бөліскеннен кейін жұрттың бәрі, о, міне Нұрлан аға бөлісіп, осы пікірді қолдап жатыр екен. Біз де қолдаймыз деп жұрттар шулатып алып кетті. Тек менің репостымның өзі ғана 500 мыңнан асып кетті. Содан қоңыраулар түсе бастады маған. Ондайлар болып тұрады. Болып тұрады. Қоңырау болғанда не деп айтады сонда? Аға, қойсаңыз сондай нәрсені салғанды, алып тастаңыз. Жұртты шулатып жібердіңіз деп. Мен айттым, сонда шуламауымыз керек па? Әлде тіл керек емес па сендерге? Деп. Жалпы сізді қорқытамын деген адамдар болды ма? Осы кісіні сабасын түсіру керек деген бір шамалы. Өзіме ешкім айтқан жоқ әзірге. Мүмкін айтамыз деп дайындалып жүргендер бар шығар. Мүмкін жаңағылары бірінші сигналы болар, қоңырау. Орысша айтқанда предупреждение. Мүмкін. Ескерту. Иә. Демек, сіз партиядан бөлек, мына ваххабистік ағымдарға да өте қатты сын айтқансыз. Ол да рас негізі. Себебі қазір мысалы үшін жалған ұстаздық көбейіп кетті. Көбісі тіпті мына жұмаққа жаңағы 5 миллион берсеңіз, соған билет береміз деп неше түрлі әйтеуір есті аудырудың амалы, былай айтқанда ақша табудың амалы. Сол қазір тиктокты ашып қалсаң қаптап кеткен. Жалған ұстаздар, қаншама жастардың миын ашытып жатыр, былай айтқанда. Соған неге бетін қайтармайды ешкім? Неге біреу шығып айтпайды? Үлкен бір трибунадан шығып, не деген масқара деп, неге біреудің аузынан естімейміз? Жоқ нәрсе сияқты сол. Мен үшін әрине жаңалық емес, бірақ тиктокта шулап отыр деген нәрсеңді мен бірінші рет естіп отырмын, өйткені мен тикток деген нәрсеге кірмеймін. Менің қолымдағы телефоннан тикток ашылмайды, өйткені мен оған тіркелмегем. Сондықтан тиктокта не болып жатқанын мен көре алмаймын. Енді кезінде ашық қоғам боламыз деп біз керек нәрсені де, керек емес нәрсені де бәрін кіргізіп алдық қой. Өте көп ағымдар кіріп кетті бізге. Көп ағымдар кіріп кетті. Сосын әр ағымның әрине өзінің бағытын биліктің төңірегіндегі ықпалын пайдаланып жүргізгісі келеді. Жастарды өзіне тартқысы келеді. Оның жаңағы зардабында бір рет көріп алдық біз. Осы жастардың санасын улатып, өздерінің қатарына қосқан жастар қаңтарда қалай көтеріліп кетті мысалға. Оны көрдік. Сондықтан біздің тұсымызда қабылданды дін туралы заң, діни қатынастар туралы заң. Сонда заңның бірінші бабында жазылған: мемлекет дін істеріне араласпайды деп. Біз сол кезде осы мәселені көтерген болатынбыз. Егер мемлекет дін істеріне араласпасақ, онда дін комитеттері не үшін құрылады? Мемлекеттік комитет. Демек, дін бұл елді басқару, елді жаңағы өзінің ықпалын жүргізу тетігінің біреуі. Мүмкін билікке ұнайтын шығар осы бағыттардың бірнешеу болуы. Әйтпесем, бізде енді діни басқарма бар ғой. Діни басқарманың ұстанымы бар. Біз қай діннің бағытын ұстануымыз керек? Негізгі ұстанымдар. Беріңдер муфтияттың өзіне. Муфтият өзі қатарын өзі тазаласын. Мынау дін, мынау апиын деп. Демек, муфтиятқа соншалықты құзырет әлі берілмеген. Мемлекет араласып отыр деген сөз. Менің түсінігімде солай. Болашақта қандай қауіп-қатер төніп тұр деп ойлайсыз? Осыны қазірден бастап қолға алмаса, дұрыс үгіт-насихат жұмыстарын жүргізбесе жастарға. Әсіресе мына оңтүстік өңірлер көбірек беріліп кеткен сияқты тиктокқа қарағанда. Осыны жалған ұстаздықты тыңдап. Дулат, бұл жерде тек дін ғана емес. Біздің ұлтымыз үшін үлкен қауіп. Үлкен қауіп. Ол мына ұлтсыздану, рухсыздану. Осы бағыттан келеді.
біздің ұлтымызға ең үлкен қауіп. Ұлтсыздану дегеннің ар жағында не тұрғанын өзің білесің. Бұл бірінші кезекте тіл. Біз тілімізді жоғалтып баратырмыз. Қазіргі өсіп келе жатқан балаларымыз кім тәрбиелеп отыр оларды? Міне. YouTube. YouTube тәрбиелеп отыр. Азаннан кешке дейін. Мектепке кіріңіз, қазақ мектебіне. 45 минут сабақтың үстінде мұғалимасын қазақша тыңдағанмен балалар бір-бірімен тек орысша сөйлеседі. Тіл жоқ. Ойлау қабілет таза қазақша болмаған жерде тіл қалыптаспайды. Ал ойлау қабілетін міне YouTube тәрбиелеп отыр. Егер біздің үкімет осы YouTube'дағы балалардың көріп жүрген дүниесінің бәрін, бүкіл контентті мемлекеттің қаражатын құйып тұрып, балалар көре алатындай қылып, қазақша нұсқасын құйып тастаса, балалар көрер еді осыны. Сол арқылы тәрбиеленер еді, мына сана тазарар еді. Бізге қазір үлкен қауіп осы жақтан келеді. Ал ұлтсызданған түсініксіз ұлтқа қандай діндесің, қай бағыт ұстанасың, көктей. Мен түсінген ең үлкен қауіп рухсыздану, ұлтсыздану. Осы қауіп. Ал оның негізгі себебі тіл. Онда ел жаулап алуды оңай ғой. Кез келген ойды енгізе аласың, мысалы үшін. Кез келген идеологияда. Жаһандану деген бір қазір үлкен бір не бар. Былайша айтқанда желеу ғой оның бәрі. Жаһандану ол бізге керек емес нәрсе әзірге. Біз әлі толыққанды қалыптасып болмаған елміз. Толыққанды. Бізге әлі көп уақыт керек. Бірінші тілді қолға алу керек дейсіз ғой. Қазақ бекер айтпаған, 50 жылда ел жаңа деп. Егер 50 жылдан кейін біздің қазақ мемлекеті таза қазақи мемлекет болады деп сенгін келеді. Бірақ мынау қазіргі балаларымыз бен жастарымыздың кетіп бара жатқан бағытымен қазір міне өзіміз егемен ел болғалы 34 жылға аяқ бастық па? Ар жағында қанша? 16 жыл қалды. 16 жылда біздің балаларымыздың бәрі таза қазақша сөйлеп, қазақша ойлап, өзінің жаңағы мәдениеті мен тарихына құрметпен қарайтын жастар болып тәрбиеленеді дегенге сенесің бе? Жоқ. Мен сенбеймін. Демек 50 жылда ел жаңара алмайды деген сөз. Жаңара алмайды. Өкінішке орай. Дін демек. Қауіп сол. Мен түсінген қауіп сол. Дін демекші, мен білуімше сіз намаз оқисыз. Бірақ демек енді сіз бірақ діндар деп айтуға болмайтын шығар енді. Себебі намаздың өзінде қазір мен енді 5 уақыт оқып жүрмін деп айта алмаймын, ол енді таза денсаулыққа байланысты. Демек жақында осы журналист Дархан Әбдік ағамыз былай айтып кеткен, ол кісі енді атеист белгілі. Жақында соңғы сұхбатында айтып кеткен, діндар адам ғылымды түсіне алмайды, ал ғылыми салада жүрген адам діндар бола алмайды деген. Бір-біріне қарама-қайшы тұрған дүние деп айтып кеткен. Соның келісесіз бе? Келісуге болады. Мен Дарханды тыңдап тұрам. Дарханның көп нәрсесімен келісуге болады. Шынында енді ғалым адам мынай қолына ұстайды да, мынау стакан дейді. Ал діндар адам көзге көрінбейтін нәрсеге сенеді. Дұрыс па? Дарханның айтып отырғаны сол. Көзге көрінбеген нәрсеге ғалымды сендіре алмайсың. Ғалым көру керек, қолымен ұстау керек. Сонда ғана ол сенеді. Сол сияқты нәрсе. Мен сол Дархан Әбдік ағамыздың әкесімен, Төлен Әбдікпен де талай рет кездескенбіз, ол туралы кішігірім кинода түсіргенбіз. Сол Төлен Әбдік ағамыз да айтып кеткен, ол кісі мына Хазірет Сұлтан мешіттің қасында тұрады өзі. Сонда айтып кеткен, осы далаға шықсам мешіттің айналасында көптеген жастар жүреді күні түні. Оқу қайда, жұмыс қайда белгісіз дейді. Менің ойымша дейді, осы мешіттен күн түн шықпайтын адамдар өмірде жолын таппаған, өмірде келіспеген адамдар.
сондықтан соңғы панасы осы. Мешіттен басқа дін білмейді деп айтып кеткен. Сол қалай қарайсыз сондай пікірге? 2009 жылы мен намазға жығылдым. 2010 жылы қажылық сапарымды өтіп келдім. Содан үзбей осы былтырғы жылға дейін, алдыңғы жылға дейін тоқтамай үзбей оқыдым намазды. Соның денсаулыққа байланысты қазір үзіп алдым намазымды. Мешітке барып жүргенде менің де байқағаным, мешітте негізінен жастар. Дін туралы түсінігі қалыптасып та үлгермеген жастар. Бірақ енді соншалықты фанат, былайша айтқанда, құлай жаңағы қиялданып кеткенде жастардың бар. Мен жастардың мешітке барғанына қарсы емеспін, барсын. Қалай болғанда да намаз кішкене тазалыққа тәрбиелейді адамды, ұқыптылыққа тәрбиелейді. Өзіңді өзің, мысалы, тіпті бір ғана мысал, өзіңнің мысалға таңертең тұрдың, кешке дейінгі не істейтін күніңді жоспарлаудың өзі, жоспарлай білудің өзі, бұл мысалға діннің көмегі бар осы жерде. Өйткені намаз бен намаздың арасындағы жасайтын тірлігіңді өзің реттеп жоспарлап қоясың. Бұл жағынан өте керемет. Бірақ менің байқағаным және өкінгенім, үлкен кісілер жоқ мешітте. Үлкен кісілер жоқ. Бәрін түсінуге болады. Мен де совет дәуірінде өмір сүрдім. Мен де атеизмнің кезінде дүниеге келген баламын да. Енді соншалықты атеист болып кету, бірақ неге екенін білмеймін, біздің сол кешегі кеңестер дәуірінде, атеизм дәуірінде өмір сүрген үлкен ағаларымыздың өзі әлі күнге дейін. Құдай тамаққа барады, асқа барады, Құранда қол жайып отырады. Өлім жітімде жаңағы жаназа бәріне қатысады. Атеист болсаң, онда бір жол атеист бол, жолама онда, ешқайда. Мен бұны айтып отырған себебім, егер мешітте үлкен кісілер болса, жасы 60-тан, 70-тен асқан кісілер, 80-ге келген кісілер, мешітте алдыңғы қатарда отырса, жастар кішкене қыстап, артта сол кісілердің артында тұрар еді. А біздің көріп жүргеніміз не? Жастар алдыңғы қатарға талпынады. Құдды бір имамның қасына барып тұрса, Алла өзі кешірсін, тура бір Құдайдың қасында тұрғандай сезінеді өздерін. Сондай фанат балалар. Ол дұрыс емес мысалға. Мына өзі менен біраз әдебиетінде оқыдым осы, намаз оқи бастаған кезде. Пайғамбарлардың өмірін, кітаптарын оқыдым да. Барлық жерде айтылатыны, мысалға. Бұл 5 парыз дей ма? 5 парыз. Алла тағала сені еш нәрсеге міндеттеп отқан жоқ. Намазды оқысаң да өзің үшін, оқымасаң да өзің үшін. Сенің намаз оқығаның, оқымағаның жаратушыға керек емес. Ораза ұстағаның да керек емес. Егер қайыр садаға жасасаң, мысалға, тапқан табысыңнан садақа берсең, ол сенің ісіңнің бір берекелі болуына, жолыңның ашылуына сеп болады. Ол Алла тағала сенің берген садақаңа, болмаса бір сарай салдырмайды, ештеңе. Бәрі өзің үшін. Және дейді осының бәрін жарияламай жаса дейді. Жариялама дейді. Ешкімге көрсетпей жаса. Айтпа сені осыны жасап жүргеніңді дейді. Сенің не жасап жүргеніңді жаратушы онсыз да білет дейді. Қалай жасап жүргеніңді. Бірақ айналаңа көрсетпей дейді. Біреуге жақсылық жасасаң дейді, қайыр садақа берсең, оң қолмен бергеніңді сол қолың көрмесін дейді. А бізде қазір не? Мен намаз оқимын дейді. Сен неге оқымайсың деп бүйтіп түртеді. Мен оқимын намаз дейді. Айналайын өзің үшін намаз оқысаң. Сені біреу міндет оқымай-ақ қой. Оған маған келіп кетер не бар? Сенің намаз оқығаныңнан оқымағаның. Оқы, дұрыс екен. Бірақ сен мені кемсітпе, мен намаз оқымайды екен деп.
Бізде міне осы бағытта дұрыс насихат, жастарды дұрыс тәрбиелеу, тек намаз оқыңдар дейді. Жаңағы жаһаннамның бар екенін ұмытпа дейді. Сонымен қорқытады, үркітеді. Енді мешітке барып жүргендер біледі, мешітте намазда тұрған жастардың өзінің қайсы қандай бағытта намаз оқып жүргенін бірден анықтауға болады. Белгілі өзінің белгілері бар өзінің. Жалпы сіз өзіңіз о дүниеге сенесіз бе? Әлде намаз сіз үшін былай философиялық бір система секілді ме? Мен жаңа айттым ғой, мен пайғамбарлар өмірін, біраз хадистерді, бәрін Құранның өзінде бірнеше рет оқыдым. Сондықтан менің түсінігімде арғы дүние деген. Біреулер айтады аспан әлемінде дейді. Біреулер айтады 7 қат жердің астында дейді. Менің түсінігімде арғы дүние бізге көрінбейтін перденің арғы шетінде. Осы жерде. Осы жерде. Мысалға, мен намазға қалай келдім? Бала күнімізден біз үйде әжеміздің тәрбиесінде болдық. Әжеміздің тәрбиесінде. Бала болып, түнде шошып оянатыны болады ғой, балалардың ұйықтап жатып. Сондай болған болу керек деп ойлаймын енді. Сонда әжеміз ұйықтардың алдында біздің тілімізді, мен о кезде оның калима екенін білмеймін. Ла илаха илlallah Мұхаммад Расулаллах деген осы сөзді жаттаттырады. Соны ұйықтайтын кезде міндетті түрде айтыңдар дейді. Сол әжемізбен қосылып, енді 5-6 жастағы кезіміз сол. Сол әжеміздің айтқан жаңағы калимасын біз бала күнімізден айтып өстік. Сосын әжемізден намаз оқиды ғой. Әжеміздің намаз оқығанын көріп өстік. Әсіресе ораза кезінде таң сәріде көзімізді уқалап, әжеміздің шетін сәресі, білмеймін, былайғы уақытта жейтін дастарханда ондай тамақ қойылмайтын сияқты да, өтте керемет дәмді сияқты болып көрінеді. Сонда біз таңертең әжемізбен бірге тұрып, соның сәресін таласып ішетіміз. Міне осының бәрі айналып келгенде, кейін менің өзім балаларым өсті. Құдайға шүкір, біз де жүрдік жахлиятта да. Достарымызбен ләх-ләх етіп, ойнадық, күлдік, іштік, жедік. Былайша айтқанда фестиваль етіп жүрдік да. Тойдан қалмаймыз. Артынан балаларым өсіп келе жатты. Азамат болып қалды балалар. Бұларға не өнеге көрсетіп жүр? Жалпы әке баланы өзінің өнегесімен тәрбиелейді. Дұрыс па? Ана даналығымен тәрбиелейді. Ана сөзбен жеткізсе, әке өзінің ісімен көрсету керек. Балаларым біз сияқты күнде жаңағы ойын-сауықтың ортасында ішіп жеп, достарымен бағытқа кетіп қалмас үшін, демек мен өзімді, бағытымды өзгертуім керек деген шешімге келдім. Сөйтіп 2009 жылы достарымыздың бәріне айтып болды. Енді бізді бұл ортада ренжімейсіңдер, біз сендердің жаңағы ішіп жемдеріңе қосыла алмаймыз, арақ шараптарыңа қосыла алмаймыз деп, үйде жиылып тұрғанның бәрін төгіп намазға келдік. Мен келдім, содан кейін үлкен ұлым келді, үлкен ұлымнан кейін 12-ге толған осы жаңа кенже ұлым келді намазға. Сөйтіп намаз оқи бастадық. Кенже ұлым әлі намазын үзбей оқиды. Сіз осы жайында айтып кеткенсіз, жас кезімізде кез келген концерттен кейін дастархан басына шақырады, жаңа шөлмектің несі төңкеріледі деп, жаңа арақ шарап қойылады, бәрі құрметпен, сыймен қарайды деп. Жалпы былай творчестволық адамдарға, өнер адамдарына қарасаң, жаңа Шөмішбай ағамызды алып көрсек, ол кісі енді дана кісі болған ғой, былай айтқан данышпан деп те айтуға болады. Ол кісіні мен 1-2 рет көргенімде, енді ешкім ренжімесін ішіп отқанын көрдім мен. Қазір ойлаймын, мүмкін таланттың зорлығынан ба екен, кейбір адамдар болады ғой. Хемингуэй сияқты адамдар. Мысалы, таланты зор, соны соңында бір көтеріп жүру қиын сияқты.
сондықтан да ішеді, мүмкін бір ойдан қаша ма, белгісіз ол. Сіз қалай ойлайсыз, өнер адамына былай арақ шараптан алыс жүру ол міндет пе, немесе ол кейде көмектеседі деп ойлайсыз ба? Енді қалай айтсам екен, біз енді жаңа өзің айтып отырған ақын ағаларымызда, композиторларда арагідік кішкене шарапқа еркіндік бергендер рас. Өйткені ол кезде ол кісілердің түсінігінде, қабылдауында бұл ақын адамға шабыт береді деген. Шабыт береді деген. Бірақ оның зардабы бар ғой. Зардабы бар. Түбінде бәрібір әйтеуір денсаулығының бір жерінен іледі. Көп ағаларымыз соның зардабын көрді, соның салдарынан ерте кетті дүниеден, әсіресе театрда. Мен сол ағаларымның қасында жүрдім, көрдім соларды. Біз концертпен жүргенде, театрмен жүргенде, біздің ел енді өте кең ғой. Спектакльден, концерттен шыққанда сахнаның артында, я болмаса клубтың артында бір қолында стақан, бір қолында шөлмегі күтіп тұрады. Сіздермен бір 100 грамм ішіп жіберейік деп. Көрдің бе? Енді ағаларымыз ешкімнің көңілін қалдырмай кезінде ілесті соған. Бірақ ақырында соның зардабын көрді. Көп ағаларымыз соның себебінен кетті. Денсаулықтан айырылып. Мен сол кезде өзім іштей өзіме серт бердім. Егер мен елдің алдында жеке концертпен шығатын болсам, осы бәледен құтылуым керек мен. Мен жаңа 9-шы жылы намазға жығылдым деп отырмын ғой. Мен намазға жығылғанға дейін мен бұл ішімдіктен алыс кетіп қалғам. Қай жаста кеттіңіз сонда? Неше жаста болдыңыз? Енді бір жылы тоқтатып қойдым деп айта алмаймын арагідік. Әйтеуір өзім шамамды біліп, көңіл үшін ішіп жүрдік. Бірақ бір жол емес еді. Бірақ әсіресе концерт кезінде мен тіпті жаңа өзің айтып отырған еске салып отырсың. Мен үшін де концертімнен кейін арнайы дастархандар жайылады. Тағамдар қойылады. Жаңағы шөлмегін алып келіп, ал сізбен бір 100 грамм, мен айтам жоқ, ішпеймін. Қалай сіз әртіссіз, ішпейсіз ба? Бұны қалай түсінуге болады? Мені сыйламайсыз ба деп. Иә. Мені сыйламайсыз, мен айтам, сізді сыйлап дастарханыңызға келіп отырмын. Дәміңізден татып отырмын. Егер мынаны ішпедің деп ренжісеңіз, онда мен тұрып кете берейін. Осылай айтуға дейін бардым. Өйткені жаңағы ағаларымның ешкімнің көңілін қалдырмай жүргеннен кейінгі артыңғы зардабын көзіммен көрдім ғой мен. Мен шамасы содан шығарған нәтижем болар деп ойлаймын. Шабыт демекші, мына ресейлік ұлы композитор Эдуард Артемьев былай айтып кеткен. Мен шабытқа сенбеймін, мен тек еңбекке ғана сенемін деп айтқан. Күнбе-күнгі мына синтезаторына отырады, қолыңа күрек алғанда еңбек жасауың керек деп айтқан. Шабыт келе ме, келмей ме, оған қарамау керек. Тек еңбек, еңбек, еңбек. Сол еңбектің ағымымен шабыт та келеді деп сенген. Дұрыс шығар енді. Соған сенесіз ба? Сенем. Мен де айттым ғой жаңа, еңбектену керек. Яғни шабытты күтіп отырмау керек. Шабыт ол әрқалай келуі мүмкін. Әрқалай келуі мүмкін шабыт. Шабыт келмеуі де мүмкін. Бірақ еңбегің бәрібір сені алып шығады. Еңбегің алып шығады. Мүмкін сахнада мысалға жаңа музыканттың болсын да, я болмаса театрдағы артистер болсын, би саласындағы артистер болсын да, таза техникалық. Түсініп отырсың ғой мен не айтайын деп отырмын? Технический дейді ғой. Мүлт еткізбей алып шығуына болады. Бірақ шабыт жоқ ол жерде. Көріп отқан көрермен, залдағы көрермен оны сезбейді. Өйткені бәрі таза, бәрі орнында, бәрі нақты. Ешқандай қателік, фальш жоқ. Ал шабыт болған жерде, оның әсері де басқаша болады. Оны көрермен сезеді. Ой, бір керемет, бүгін бір керемет. Шабыттанып тұрып оқыды өлеңін.
я болмаса шабыттанып тұрып ойнады деп көрермен жаңағы әсерін осылай айтады. Оны көрермен ғана сезеді, сенің шабыттанып тұрғаныңды. Бұл енді әртүрлі себептер қозғаушы болады. Мысалға менің енді қатарластарым бар ғой, енді жарты жыл сайын, тіпті кейбіреулері 3 ай сайын, квартал сайын концерт береді. Концерттер өткізіп атады. Мен көбісіне қарсы боламын. Қалай енді ай сайын концерт өткізе бересіңдер? Кішкене бір хотя бы репертуар жинасаңдаршы деп. Жаңа ән жинасаңдаршы. Мысалға мен 90-шы жылдардан бастадым жеке концерт қоюды. Сол кезде міндетті түрде араға 3 жыл салып барып жеке концерт өткізедім. Оның арасында әрине елді аралайсың ғой. Концерттерге қатысып жүресің. Жеке шығармашылық кеш араға осындай уақыт. Өйткені сол аралықта мен елді аралап келем. Елмен кездесем, жұрттың пікірін тыңдайым. Одан жаңағы қорытынды жасайым. Қай әнім қалай қабылданып жатыр. Болмаса елге сыртқа шыққан кезде жаңа әндер естисің. Оларды алып келесің. Соны дайындайсың келесі концерт. Осы аралықта мен үшін бір 3 жылдай уақыт өтіп кетеді. Содан кейін барып тағы бір шығармашылық кешке дайындаласың. Мен осылай. Бұл шабыт деген, білмеймін, біреулерге мүмкін күнде келетін шығар шабыт. Шабыт та өзі бір уақытымен келетін нәрсе. Көбелек сияқты дейді ғой. Бірте қонады, бірте қонбайды деген сияқты. Сіздің енді, мен қателеспеуімше, сіздің анаңыз әлі бар, Құдайға шүкір, 85-ке аяқ басты. Керемет. Демек, сіз әлі қартаюдан алыссыз. Әрине, анамыз бар ғой. Осы жайында ресейлік бір жазушы Лимонов Эдуард айтып кеткен. Бір журналист одан сұрағанда, сіз мына өлімнен қорқасыз ба деген. Енді үлкен жасқа жетіп қалған кісі ғой сол кезде. Өлімнен қорқасыз ба дегенде, жоқ, менің ата-анам тірі әлі. Және олар қанша қартайса да, олар маған әлі былай қақпа сияқты. Мен өлімнің ортасында тұрған деп. Сондықтан мен 70-тен ассам да әлі өлімнен қорықпаймын деп. Демек, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді ғой. Сіздің бір өкінішіңіз бар ма екен? Мүмкін анама бірдеңе бере алмай қалдым деген сияқты. Әр ұлдың бір сондай бір өкініші бар сияқты деп, маған солай сияқты. Біз жаңа айттым ғой, әжеміздің тәрбиесінде өстік деп. Үйімізде әжеміз болды, біз сол әжеміздің етегінде өстік. Еркелеп өстік. Анамыз үйдің шаруасымен айналысты. Мен қазір енді көз алдыма жиі елестейтіні. Ауылдағы тұрмысты білесің ғой. Суды өзенден шелекпен тасиды, әпкішпен. Оны қазанға от жағып жылтады. Кірді қолмен жуады. Тамақтың бәрін даладағы ошақта, үлкен қазанда, қара қазанда жасайды. Оның бер жағында мал бар. Оның жем, шөбі, суы, астын тазалау. Одан кейін көктемнен бастап біздің оңтүстікте огород басталады. Барлық жеміс жидектің бәрін огородқа, ауылдағы огородқа егіп өсіріп пісіреді. Оны суғарады, арам шөбін жұлады. Міне осы жұмыстың бәрін менің анам ең бастысы қара тандырға, даладағы тандырға тезек қалап, шоқ жасап нан пісіреді. Соның барлық зардабын менің қазір анам көріп отыр. Көзінің жанары қазір әлсіреп қалды. Сосын өмір бойы жаңағы қолмен кір жуу, огород, тандырға еңкейіп, бүгіліп отырып. Қазір анамның белі бүгіліп қалған. Екі таяқпен сүйеніп жүр. Менің үлкен өкінішім сол анамның белін жаза алмадым. Үлкен дәрігерлермен де сөйлестім. Қалай істеуге болады? Анамның еңсесін көтеріп, белін жазуға бола ма деп. Болады дейді. Ол үшін бүкіл омыртқаны сындыру керек. Сөйтіп дүзеп, қалыпқа салып, бірақ оған сіздің анаңыздың жүрегі шыдамайды, көтере алмайды оны.
Менің үлкен өкінішім сол, анамның белін қайтып жаза алмаған. Бірақ оған қарамастан бәрібір бақытты азаматсыз ғой енді. Бақыттымын, әрине бақытты. Себебі анаңыз әлі көз Анаммен алдыңызда. күнде сөйлесіп отырамын. Күнде сөйлесіп. Иә, ол да бір не болып кетті ғой, бір хадис сияқты болып кетті ғой. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деген. Тіпті бір жай ғана өлеңнің шеңберінен асып Бұл түскен енді сияқты. Қайрат Жұмағалиев ағамыздың өлеңі ғой жазған. Енді Қайрат ағамыздың әруағы кешірсін, кішкене эгоистичный жазылған сөз енді. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Неге? Әкесі Өзі қартаймас үшін анасы аман жүре берсе екен деген тілек қой бұл. Негізі анаң қартаймау керек қой. Сендей ұлы бар, анаң қартаймау керек. Ол үшін сен сол анаңның бүкіл жағдайын жасауың керек, қартаймас үшін. Менің түсінігім де солай. Анаңды қартайтпа. Оған ол лайық болу керек. Сіз қазір орындаушы ретінде мүлдем басқа мағынасын беріп отырсыз ғой. Мен кейінгі кезде, мен енді қазір негізінен қойдым ол әнді айта беруді. Негізінен соңғы кездерді айтқан кезде мен осы пікірді айтатынмын. Енді бәріңіз сұрап отқандарыңыз анасы бар адамдар қартаймасын деп осы. Негізі мен енді жаңағындай бір аналарының мерейлі тойларында сол кезде сұрайды ғой осы әнді айтуға. Сол кезде айтамын, бүгін міне аналарыңызды құрметтеп, төрге шығарып, елдің алдында аялап, қуанышқа сыйлап жатсыңдар. Рахмет сендерге. Сендердей ұлы бар, перзенттің анасы қартаймасын. Қартаймайды аналарың. Құрметтеңдер аналарың. Менің соңғы сұрағым, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, Құранды да оқыттым, пайғамбардың өмірбаянын жақсы білем деп. Енді өзіңіз пайғамбардың жасына келдіңіз ғой, былай айтады ғой, 63 жас. Негізі пайғамбардың өлген жасы ғой бұл. Сонда да халыққа тарап кеткен ғой, 63 жас. Асып кеттім мен, 64-тем. 64-тесіз. Бірақ демек, енді өмірлік тәжірибеңіз зор. Жастарға не айтар едіңіз? Қандай қасиет ер адам үшін? Қандай қасиет керек ер адамның бойына? Қыз баланың бойына қандай қасиет керек? Өмірде жетістікке, табысқа жету үшін, бақытты болу үшін. Енді Құдайға шүкір, ұл да өсірдік, қыз да өсірдік, немере де сүйдік. Менің немеремнің алды мектеп бітіріп, биыл университетке оқуға түсті. Қазір студент. Ең кіші немерем әзірге 4,5-5 жасқа жақындап қалды. 5-ке толады осы қыста. Мысалға мен өз басым, енді ұлдарым, өзім балаларым өсті ғой. Үлкен ұлым қазір 43-те, қызым 41-де, 42-де. Кенже ұлым жаңа Марғұлан, ол 28-де. Мен қазір немерелерімнің алдында байқап сөйлеуге тырысамын. Сосын немерелерім маған өкпелеп қалмас екен, ренжіп қалмас екен. Соларды ренжітіп алмауға тырысамын. Өйткені мен немерелерімнің көз алдында есінде. Атасының қандай болған, жақсы болған атасы, жақсы көрген атасын деген осы бір кейіпте қалғым келеді. Сондықтан мына өсіріп отырған ұлдарыңа, қыздарыңа, перзенттеріңе сөйлегенде де байқап сөйлеу керек. Өйткені жаңа айттым ғой, әке баланы өзінің ісімен, өнегесімен тәрбиелейді. Ана даналығымен тәрбиелейді, сөзімен тәрбиелейді. Ана айтып отырып тәрбиелейді екен ұл мен қызды. Әке өзі көрсету керек. Көрсету деген не сөз? Көрсету деген, мысалға, егер балам мендей болмасын десең, онда сен өзгеруің керек өмірде. Өзгеруің керек. Балаңды болашақта қандай қылып көргің келеді, сол бағытқа өзіңді өзгерт. Өзің сондай бол. Сонда балаң сенен көргенін істейді. Сендей болып өседі. Саған ұқсауға тырысады.
Сосын қазір енді осы ұрпақты тербиелеуде, әсіресе осы тіл мәселесіне келгенде, көп ата-аналардың бір тауып алған желеуі бар. Уақыт жоқ. Баланы тәрбиелеуге уақыт жоқ деген мәселе. Мен ойлаймын, баланың тәрбиесіне уақытты қалайда табу керек. Тым құрыса, кешке балаңа ойдан шығарсаң да бір ертек сияқты бір нәрсені айтып беруің керек балаңа. Ертек тыңдамай өскен бала, ол өзінің ұлттық рухына, ұлттық мәдениетіне, тарихына жақындай алмайды. Ертек тыңдамаған бала. Біз неге армандаймыз? Ой, шіркін, ай, біздің үйде бір әже болса екен деп. Қалада мүмкін емес нәрсе ғой бұның бәрі. Көп ата-аналардың жаңағы өзіне тауып алған желеуі, әжеміз жоқ, немере тәрбиелейді. Өзіміздің уақытымыз жоқ деп шыға келеміз. Әжең болмаса, онда өзің сол әженің рөлін атқар. Әжең сияқты сен айтып бер. Балаңды қазақша кітап оқуға. Тым құрыса бір кітаптың жартысын болса да өзің оқып балаңа. Мына тілді үйренудің бір керемет мысалы бар. Илона Давыдова деген кезінде сол кісінің үлкен мектебі болған. Тіл үйрету. Оның методикасы қалай? Есту арқылы. Есту арқылы тілді үйрену. Тек жаңа жазып, болмаса оқып емес, айту керек. Құлағымен естіп отырып, тілді үйрену. Ол қалай? Мысалға, кітапта аласың да, тілің күрмеліп оқи алмайсың да, қазақша. Оқи алмайсың. Дұрыс оқымайтын сияқтысың. Соған қарамау керек та. Қате болса да дауыстап оқып үйрену керек. Дауыстап оқу керек. Өзіңнің оқып отырған даусың өзің құлағың арқылы кіру керек. Сонда мына санаға жаттала береді екен. Қазақи сөз, қазақи тіл. Сол көп ретте мүмкіндік болса, ата-аналар үйінде балалармен қазақша сөйлессе екен. Үйінде қазақша сөйлеспеген ата-ананың баласы мектепте тіл үйренеді екен, балабақшада тіл үйренеді екен дегеннің бәрі алдамшы. Аулада, мектепте, балабақшада баланы тілге үйретпейді. Бала тек қана үйде ата-анасымен қарым-қатынас сөйлеу арқылы ғана тіл үйренеді. Сондықтан, егер біз ұлтымыздың болашағын ойласақ, ұлтымыздың ұлт болып тарихта қалуын ойласақ, біз ұрпақты қазақ балаларын қазақи қылып өсіруіміз керек, тәрбиелеуіміз керек. Бірінші кезекте тіл. Тілін білмеген, тілін құрметтемеген, 1000 жерден маргинал болсын, 1000 жерден 10-15 тіл білсін, ол ұлтқа қызмет істей алмайды. Ол ұлтын сүйе алмайды. Ұлтын сүймегенге оның тілі де, тарихы да, мәдениеті де теледидардан көрген кино сияқты. Рас. Сіздің енді мына концерт демекші, келер концертіңіз де бар. Ол концерттің басты мүмкін тақырыптары бар ма екен? Және неге арнап жасалған концерт деп ойлайсыз? Бұл концерт Алматыда, Республика сарайында 25 қазан күні өтеді. 25 қазан өздерің білесіңдер, бұл республика күні. Республика күні биыл мына 3-ші жылма мемлекеттік мереке ретінде тойланып жатыр. Өзінің мәртебесін алған үлкен мереке. Жалпы бізді елді егемен ретінде жарияланған тарихи құжат қабылданған күн ғой. Сондықтан мен о баста да бұрын айтып жүргем, жалпы негізі тәуелсіздік мерекесін егемендік алған күнге күннің жылы уақытына ауыстыру керек деп. Неге? Өйткені мен мәдениет саласында жұмыс істедім, Алматыда мәдениет департаментін басқардым. Қыстың күні Астанада болсын, Алматыда болсын, желтоқсан айында үлкен елді қатыстырып массовый мереке ұйымдастыру кішкене қиындау. Қандай үлкен зал болғанмен залға шағын ғана шектеулі адамдар ғана кіреді. Жалпы ұлт көре алмайды, ел көре алмайды.
Сондықтан кішкене жылы уақытқа ауыстыру керек. Оған біздің өзіміздің күніміз бар, республика күні бар, декларация егемендік туралы қабылданған 25 қазан деп. Мен ертеректе де өзім ойлайтынмын да, айтып та жүрдім талай жерде. Мен осы күннің мемлекеттік мереке болғанына мен ерекше қуанғанның біреуі менмін. Енді дәл сол күнге өзімнің Алматыда жеке шығармашылық кешімді сол еліміздің егемендігіне, республика күніне арнап өткізейін деп отырмын. Әрине айтылатын әндер, мен енді бұрыннан да айтып келе жатқан әндерім ғой, туған жер туралы, ел туралы, мынау ата-анаға құрмет, өзімнің ән қоржынымда қаншама әндер бар. Қазір арнайы осы күнге арнап ел туралы жақсы әндер дайындап жатырмын. Сондықтан концертте енді қанша жыл болды ғой, енді 48 жыл болды менің осы өнерде жүргеніме. Қаншама концерттер өткізіп келе жатырмын. Ел енді жүрегінде жатталып қалған сол бұрынғы әндерді сұрай береді. А мен жаңа ән айтқым келеді мысалға. Жаңа әндерді ел естісін. Өйткені енді бұрынғы әндердің маған да өкпесі жоқ шығар деп ойлаймын. Менің 37 жыл бойы айтып келе жатқан, 38 жыл бойы айтып келе жатқан әндерім бар. Әлі күнге дейін ел сол әндерді сұрайды. Әрине мен оған ризамын, қуанамын. Ол менің бақытым шығар. Сол әнді елдің жүрегінде соншалықты жатталатындай қылып елге жеткізу. Жаңа ән тыңдаса деймін. Сондықтан мен тыңдармандарымды, көрермендерімді осы алдағы концертіме шақырамын. Жақсы ән тыңдаңыздар, келіңіздер, жаңа әнге баға беріңіздер дегім келеді. Әрине, бұрынғы ескі қанатты әндер де орындалады. Оның үстіне менің концертім тек Алматыда емес, ар жағында 1 қараша күні Шымкентте өтеді, өзімнің туған жерімде. Керемет, концерттеріңіз сәтті өтсін, Нұрлан аға. Келгеніңізге көп рахмет. Сізді тыңдай берсең шынымен де бір жатқан бір шежіре, көп нәрсені білдік. Сондықтан көбірек кездесе берейік, тағы да келіңіз бізге. Сізге тағы да ұзақ жыл ғұмыр тілеймін, шығармашылығыңыз өшпесін ешқашан. Және ешқашан ауырмаңыз. Көп рахмет сізге. Рахмет өздеріңе.